Сәлем, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздерге трубочкидің қалай жасалуын көрсететін боламын. Жасалу жолы өте оңай, үйдегі бар заттармен жасалынады. Видеомды соңына дейін қарап, пайдалы болса лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп қойыңыз. Қоңыраушаны басып, менің соңғы видеоларымнан хабардар болыңыз. Барлық керек ингредиенттер описанияда көрсетілген. Ең алдымен ыдысымызға суды құйып, оның үстіне жұмыртқаның сарысын, тұзды салып, одан кейін 2 шай қасып уксус қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Бөлек ыдысқа сары майды теркадан өткізіп, оңға араластырып крошка жасаймыз. Сары майымыз қатты болып тұруы қажет. Еріген сары май крошка жасауға жарамайды. Крошка жасап болғаннан кейін жаңағы дайындаған сұйықтығымызды үстіне қосып, қамыр илейміз. Қамырды илегенде тестоның қамыры сияқты қатты қылып илемеңіздер. Жай ғана бір-біріне біріктіріп, бір формаға келтіріп аласыз. Үстелдің үстіне кішкене ұн сеуіп, қамырымызды сонда түсіріп аламыз. Қолыңызбен қатты мұжғыламай, ақырын төртбұрыш форма секілді етіп жасаймыз. Дайын болған қамырды пищевой пленкаға салып, холодильникке 2 сағатқа қойып қоямыз. Ол 2 сағат холодильникте тұрғанша сіздерге трубочкидің формасын қалай жасауды үйретемін. Міне бізге осындай форма қажет. Ең алдымен қатты қағазды алып, осылай ортасынан қайырып, қайшымен қырқып аламыз. А4 қағазын қолдансаңыздар болады. Ең бастысы кішкене қаттырақ болуы қажет. Дәптердің парақтары жарамайды. Қолымызбен осылай орап алып, шетін скотчпен жабыстырып қоямыз. Одан кейін төбе жағын қайырып, оның сыртынан осылай видеодағыдай фольгамен орап шығасыз. Жасап көріңіз, өте оңай. Енді холодильниктегі қамырымызды алып, оны 4 бұрышты етіп жайып шығамыз. Қатты жұқа емес, қатты қалың емес, орташа қалыңдықта жаямыз. Жайып болғаннан кейін осылай барлығын бір тегіс етіп кесіп шығамыз. Дәл видеодағыдай қайталап көріңіздер. Трубочки формамызды алып, осылай орап, асықпай, қамырдың ұш жағын, яғни шетін тарту арқылы формамызға осылай кигізіп шығамыз. Дайын болған трубочкаларымызды 180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Міне біздің трубочкаларымыз дайын болды. Ортасындағы формамызды осылай оп-оңай алуға болады. Ешқандай жабысып қалмайды. Трубочкаларымызды пісірер кезде бетіне жұмыртқаның сарысын жағуды ұмытып кетпеңіздер. Енді крем дайындаймыз. Ыдысымызға суды құйып, оның үстіне қантты салып, газға баяу отта қосып қоямыз. Қантымыз толық еру қажет, ол толық ерігенше бөлек ыдыста жұмыртқаның ағын осылай миксердің көмегімен ағартып аламыз. Дайын болғанын ыдысымызды аудару арқылы біле аласыздар.
Жұмыртқаның ағы ешқандай төгіліп кетпеуі қажет, қимылдамауы қажет. Енді осы газдағы сұйықтығымызды алып, кішкене суытып алуды ұмытпаңыздар. Осы жұмыртқаның ағына қосып, біртіндеп, барлығын емес, біртіндеп қосып, миксердің көмегімен араластырамыз. Кремнің дайын екенін осылай көрсеңіздер болады. Ешқандай жылжымауы қажет. Одан кейін мешокқа насадкамызды салып, кремімізді құйып аламыз. Насадкасыз жасасаңыздар да болады. Кремді осылай салып алып, оны трубочкамыздың арасына құйып шығамыз. Барлығын дәл видеодағыдай рецептпен жасасаңыздар, трубочкаларыңыз өте әдемі болып шығады. Бұл крем осы 12 трубочкаға тура жасалынған, ешқандай артық қалып кетпейді. Бетіне осылай сахарный пудра себуді ұмытпаңыздар, өйткені ол трубочкаларымызға өте тәтті дәм береді және әдемі болып көрінуіне де септігін тигізеді. Видеоның соңына дейін тамашалағаныңызға рахмет. Сіз де жасап көріңіз. Алдағы уақытта қандай видео рецепт күтесіз, комментарийға қалдырып кетіңіз. Міндетті түрде жасап көреміз. Видеомды бағалауды ұмытпаңыздар.